COVID-19 сияқты респираторлық вирустар адам ағзасына көз, мұрын, тамақ арқылы құрамында вирусы бар шырыш немесе тамшылардың түсуінде таралады. Қол сондай-ақ вирустың бір адамнан екінші адамға таралуының ең жиі кездесетін жолдарының бірі. Жаһандық пандемия кезінде вирус таралуының алдын алудың ең қолжетімді қарапайым және маңызды тәсілдерінің бірі қолды сабынмен және сумен жиі жуу. Біз сіз үшін қолды дұрыс жуу туралы қажетті барлық ақпаратты жинадық. Қолды қалай дұрыс жуу қажет? Қолды тез жуу және шаю вирустан толық құтылуға көмектеспейді. Ендеше тыңдаңыз. Бірінші қадам: қолды ағынды сумен сулаңыз. Екінші қадам: суланған қолға молынан сабынды жағыңыз. Үшінші қадам: қолдың барлық жақтарын, оның ішінде алақанның сыртқы жағын, саусақтардың арасын және тырнақтың астын кемінде 30 секундқа дейін мұқият жуыңыз. Төртінші қадам: ағынды сумен мұқият шайыңыз. Бесінші қадам: таза мата немесе бір реттік сүлгімен қолды құрғақ етіп сүртіңіз.